Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазір Foreigner'лердің бірнеше қатарынан біразын бағаларын Вингоның айтып өтем видеода. Видео шамалы ұзағырақ болады. Видеоны толығырақ көріңіздер. Шамалы қателесіп жатсам айып өтпейсіздер. Себебі бәрін есте сақтау қиындық тудырады. Қазір мына жерде біреуін 100 мың дирхам деді, біреуін 120 мың деді. 2021 жылғы лимитед комплектациясын. Мына жерде мынау таза төбесінде багажмен серия түсте уже охота дайындалған. Тайырда дисклерін салып қойыпты. Бұл жерде ішінде не көріп тұрмыз? 2001-2020 жылғы электрорегулировка сиденья, сондай-ақ корректор фар, подогрев щетка бар. Салонға келер болсақ, подогрев сиденья мен төбесінде мына жерде дифлок, понижайка, повышайка, режим езды, үлкен монитор, кондиционер, круиз контрольмен. Сондай-ақ пробегіне келер болса 47 мың мильмен екен. Төбесіне люк, мына тиырды. Мынау тиырды ғой деймін. Артында жағындай өзінің қатарымен дисклері, түрлері бәрі дайындалған. Ал мынау лимитед болса керек. Мынау лимитед екен. Мынандай көк күшіл баклажан түсті. 2021 бирка бойынша. Салон осында бежевый болып келеді. Бұл жерде де подогрев, 360 камера көрсетілген, және де пуш-стартмен үлкен монитор, төбесінде люгімен лимитедте 3-ші қатар орындықтары бар. Қарап көрсеңіздер. Бұл жерде де міне пробег мынау километрмен екен. 126.018 километр. Салонын көрсетіп жіберейік сіздерге. Салонда 3-ші қатар жаңа айтып өткендей. Сондай-ақ бұны 120 мың дирхам деді, мынаны 100 мың дирхам деді. Тағы да мына жерде қатарда 3-4 түрлі Foreigner'лер. Жалпы Foreigner'лерді жақсы көретін өзінің любительдері бар. Айдаған адамдар бұны өте қатты мақтайды. Бұл Hilux-тың, сондай-ақ Fortuner, Prado, Highlander-ден классындағы соларды заменяющий автокөлік. 2019 жылғы бұны как раз арзан вариант сұрағандарға 96 мың дирхам деді. Кожа состояниясы өте жақсы екен. Стеклоподъемник, мұны зимний пакет деп сұрайтындарға подогревмен, подогрев сиденья. Тағы не бар? Мына жерде горный спуск, режим езды, пуш-старт. Пробег how many километр? 11 мың, жоқ, 11.065 миль дейді. ОДО 11.065 миль. 17 мың ғана километр ма? Айтуы бойынша екі есік боялған дейді. Қаған барлық таза дейді. Винготты жаңа қалдырып кеттім. Сол жеріне историясын ашып көрсеңіздер болады. Мынау тиырды оффроуд дисклері, міне разницасы бар. Бамперлерінде разницасы бар. Шамалы жинақы келетін тиырды. Мынаны 98 мың деп тұр. Бұнда түсіріп алуға болады. Сөйлесіп 2020 жыл екен. Сондай-ақ кожаның состояниялары керемет. Пробег 74 мың миль. Подогрев сиденья. Бұл енді тиырды болған екен. Мына жерде көрдіңіздер айырмашылықтары қаншама функциялармен. Бұл оффроудтар. Коробкасы, режим езды, және де мынаның барлығы неге арналған? Жол талғамайтын көлік болған екен. Батпаққа, құмға барлығына кете беретіндей қылып жасалған. Біреуі қара түсті, біреуі шамалы көкшілде. Сондай Highlander-лер бар. Мынау қара Highlander 2019 жылғысын 70 мың дирхам. Қазір оған жетеміз. Сондай-ақ мына серия түсі бар. Серия түсі 105 мың дирхам дейді. 2021-де екеуі бар. Екесі крашны тоже самы, қалған жерлері өзіңкі оригинал дейді айту бойынша. Алар кез тағы тексереміз. Анда нардагрей түсі бар. Вингоны қалдырып кетем. 2021. Мұны Винготтан ашып көрсеңіздер болады. Салон барлығы осындай. Пробегі 25 мың миль. Екеуі бірдей. Біреуі темно мокрый асфальт, темно серий. Сондай-ақ біреуі нардагрей. Екеуі де бір бағада.
Қазір мынау Хайландер жайлы тоже қосып айтып кетейік. 70 000 дирхамға 2019 деді. Қазір көрсетіп жіберейік. Айтуларынша бір есікте 2018 бирка бойынша модельный ряд 2019 бұларынкімен дұрыс айтып тұр. Винкодты ашып қарап жүріңіздер. Салона кожа. Багаж электронный, пробег 104 миль екен, подогрев. Төбесінде люгімен 3 қатарлы орындық. Климат контроль, push start. Автоотключен двигатель барлығы бар екен. Төбесі. Приорстар. Бұл жақта приорс өте көп машина.